Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі оңай жасалатын блинчиктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті ингредиенттер сүт, ұн, сары май, су, құмшекер, жұмыртқа және де тұз. Ең алдымен таза ыдысымызға 4 бірдей жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Міндетті түрде ыдыстарымыз таза болуы тиіс. Осылай барлығын жақсылап жарып алатын боламыз. Мен барлық ингредиенттердің граммдарын описаниеге жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Мінекей осылай барлығын жарып алған соң, оның үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Біздің құмшекеріміз еріп, және де жұмыртқамыз көпіріп, 2 есе ұлғаюы керек. Достар, ендігі кезекте оның үстінен шымшым тұзымызды қосып, содан соң жылы суымызды қосамыз. Жылы су я болмаса бөлме температурасындағы су болуы тиіс. Одан соң ерітілген сары майды қосамыз. Содан соң оның үстіне сүтімізді қосып, барлығын жақсылап тағы венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Видеода көріп тұрсаңыздар, ең алдымен осы сұйық массаның барлығын араластыратын боламыз. Ендігі кезекте біздің ұнымызды 2-3 бөлікке бөле отыра, барлығын салып, венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Міндетті түрде біздер ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп отыруымыз керек. Одан басқа біздің массамыз түйіршік, яғни комочкалар пайда болуы мүмкін. Сондықтан біздер 2-3 бөлікке бөле отыра, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып, сұйық масса жасайтын боламыз. Мінекей достар, біздер барлығын жасап болдық. Бізде осындай сұйық масса пайда болады. Ендігі кезекте қайнап тұрған біздің табағымызға осылай 2 жағын бірдей етіп аударып пісіріп алатын боламыз. Сонда бізде осындай өте әдемі блинчиктер пайда болатын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздермен болған Айжан. Ас болсын.